Өмірге келуіне қандай оқиға арқау болған, бір-бірінен бір ел ажырамайтын қос құрбының тағдырын баяндайтын туындының тарихы туралы бейнематериалды көріп алайық. Қимасыңды, аял құрбым, қимасыңды қайда қалдырдың? Қарақат Әбілдина мен Мәдина Сәдуақасова қосыла шырқаған «Ал құрбым» әні де әлі күнге дейін тыңдарман арасында сұранысын жоғалтпаған хиттердің тізімінде. Бұл туындыны композитор Бағлан Бәбіжан өзінің жан құрбысы, бүгінде белгілі әнші Клара Төленбаеваға арнаған. Олар 2000 жылдары Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында бір ұстаздан тәлім алып, жатақхананың бір бөлмесінде тұрған екен. Кейін қос құрбының бірі Алматыда қалады, екіншісі Астанаға қоныс аударады. Сол сәтте сырласынан жырақтап сағынышы үдеген сазгердің жүрегінен дәл осы қыздар арасындағы достықтың символына айналған әуен өмірге келеді. Енді ол Астанаға көшіп кеткеннен кейін мен кішкене жалғыз қалып қалдым. Ол Астанаға барып жаңа коллектив, жаңа өмір, жаңа қала дегендей оның таныстары көбейе бастады. Мен керісінше жалғызсырап қалдым. Сол кезде менің шығарған әнім болатын осы. Бүгінде «Ал құрбым» әнін жазған сазгер Бағлан Бәбіжан өзі білім алған Қара Шаңырақ консерваторияда шәкірттерге тәлім беріп жүр. Жарыққа шыққан мезетте бірден тыңдарман жүрегін баураған бұл хитті қазіргі таңда да қыз жігіттері жиі шырқайды екен. Қимасыңды, аял құрбым, қимасыңды қайда қалдырдың? Ендеше «Ал құрбым» әнінің авторы сазгер Бағлан Бәбіжан студияға шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Саламатсыз ба, Бағлан ханым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз ба? Енді жаңа айтып жатсыз, құрбыңыз кетіп қалып, соны сағынып жүргенде шыққан ән деп. Бұл қай жылдар еді? Бұл енді біз өзіміз консерваторияны 2000 жылдары бітірдік. Бұл 2002 жылдары шамасы. Енді екеуіңізді ажыратқан Алматы мен Астана қаласы ғой, иә? Клара ханым Астанаға көшіп кетті. Сіз Алматыда қалып қойдыңыз. Астана жаңадан елорда болып жатқан кезде сол жаққа жаңа ұжымдары пайда болды. Сол кезде Клара консерваторияны бітіріп, 2001 жылы қателеспесем, сол Астанаға көшіп кетті жұмыс бабымен. Мен осы жақта қалып қойдым. Сол кезде арада бір сол ән үнемі ойыма келе берді. Осындай әннің идеясы былайынша айтқанда. Содан кейін осы ән дүниеге келді. Мен оған өзіне саған арнадым деп тыңдаттым. Ол сол Астанада Несіпбек Айтов деген марқұм ағамыз болды. Сол кезде сол кісіге барып, арнайы барып, өзі сырнаймен ән айтып, осы әнді орындап, сөзін жаздырды. Кейін бір жылдан кейін 2002 жылы Клара тұрмысқа шығып, ұзатылған кезде мен осы әнмен өзім ұзаттым. Демек, досқа деген сағынышпен сондай адал сезімнен туған ән ғой, иә? Тамаша. Енді қазіргі қарым-қатынастарыңыз, байланыстарыңыз қалай құрбыңызбен? Қазір енді ол келеді осы жаққа түсірілімге, тағы басқа шаруалармен. Мен Астанаға барам, қазір жиі көрсеміз. Құрбыңыз, досыңыз Кларамен біздің тілшілер сөйлесіп қайтқан еді, экранға назар аударайық. Иә, «Ал құрбым» әнінің кейіпкері менмін. Бұл әнді Бағлан Бәбіжан маған арнаған болатын. Жалпы ән өмірге келгенде бекерден бекер тумайды ғой. Ол адамның бір сағынышынан, адамның бір жүрек тербелісінен шығатын дүние. Біз Бағлан екеуміз студенттік шақтан бір бөлмеде, бір ұстазда білім алдық, бір бөлмеде тұрдық жатақханада. Осылай ұзақ жылдар жақын араласып бірге тұрғаннан кейін мен осы консерваторияны бітіріп, оқуымды бітіргеннен кейін менің жұмысым Астанаға ауысатын болды. Астанаға барғаннан кейін тұрмысқа шығатынымды айттым. Сол жаңалығымды Бағланға айтқан кезде, Бағлан енді одан да бетер толғанған болу керек. Енді сағынышы бір бөлек, одан бөлек енді мен тұрмысқа шығып бара жатырмын дегеннен кейін, ол енді одан сайын алшақтап кеткен сияқты болып көрінген болуым керек. Сол кезде осы Бағланға осы ән келіп, осы сол менің жаңалығымды естігеннен кейін көп ұзамай осы әнді Бағлан шығардым деп маған тыңдатты.
енді ол әнді естіп жатқан кезде енді көзге жас келмеуі мүмкін емес шынымен де. Жолы қиын жұмбақ тағдырдың деген енді менің тұрмысқа шығып кетіп бара жатқан алдым әлі бұлыңғыр, мен қандай жерге барам, мен кейінгі отбасым қалай болады, келешегім қалай болады деген сияқты сол жері менің тұрмысқа шығатын сәтіме орай келіп тұрып та. Ал енді қимасыңды қайда қалдырдың деген кезде мен енді Бағланның Алматыда қалып, мен Астанаға кетіп бара жатқан сәтім сол екі оқиғаны бір-бірімен байланыстырып тұрған ән болды бұл. Бұл ән Қарақат пен Мәдинаға қалай түсті? Сіздер ұсындыңыздар ма, әлде өздері шықты ма? Енді жоқ, мен ұсынған жоқпын. Бұл әнді жаңа айттым ғой, 2002 жылы Клара тойында, Семейде, Ақсуатта, палаткадағы тойда ол кезде әнмен ұзатады деген жоқ болатын. Мен өзім бірінші рет сол әнді әлі трендке шықпаған кезде. Сөйтіп сол әнмен ауылдағы тойда, палаткадағы тойда осы әнмен ұзаттық Клараны Ақсуаттан Аягөзге. Той біткесін Алматыға келгеннен кейін мен бұл әнді неге Қазақ радиосына ұсынбасқа деген ой келді менде. Сосын Қазақ радиосына ұсынып, бұл тағы бір жылдай кетті ғой деймін, біраз уақыт өтті. Әнді ұсынып, бұл көркемдік кеңестен өтіп, қабылданып. шықты. Анда-санда беріліп тұрды, өзім естейтімін, тыңдайтымын. Сол біраз уақыттан кейін Қарақат өзі хабарласып маған, осы әніңді радиодан естіп қалдым. Керемет жақсы ән екен. Біз осы әнді осы Мадина екеуміз айтсақ қалай болады деп өзі ұсыныс жасады. Мен айтып көріңдер, қалай болады екен деп, онда біз кірсейік, мына әнді өңдеуге берейік деп, әнді аранжировщик Паша Ли деген керемет аранжировщик бар, сол кісі жасап, ән осы көктемнің кезінде бір достар туралы, құрбылар ма, сондай бір жоба болды, концерттік жоба. Сол концерттік жобада бірінші рет орындалды. Несіндеме сол бір кез деген бір дәстүрлі ойынымыз бар. Қазір LED экран арқылы сізге құрбыңыз Клара бірнеше сұрақтарды қояды. Қаншалықты сіз бір-біріңізге жақын құрбысыздар, және барлық оқиға естеріңізде сынап көрейік. Ендеше Клараның сұрақтарына назар аударайық. Бағлан, мен саған 3 сұрақ қоямын. Біріншісі, менің есімді ең алғаш естіген сәтің. Екінші, екеуміз тұрған Жандосов Береговой көшесінің қиылысындағы жатақханадағы вахтерша апайымыздың есімі. Үшінші, сен Көкбазарда алтын сақинаңнан айырылып қалған кезде сығандар саған не деп айтты? Есіңізде ма? Бірінші сұрақ, Клараның есімін алғаш рет естіген кезіңіз? Әрине, тосын сый болды, мынау енді қызық сұрақтар. Күтпеген сұрақтар. Бетіме басты дегендей болды ғой енді. Клараның атын ең бірінші естігенде, әрине мен таңғалғанмын оған, бірден ой, мынау қандай есім, кім қойған сенің атыңды? Точно қазақсың ба деп, ол қазақпын деп ақталып екеуміз жаңадан танысқанда сондай қызық жағдай болған. Ал енді біз консерваторияны бітірген соң Клара оқып жүріп, екеуміз президент оркестрінде жұмыс жасадық. Сол кезде біз басқа жатақханада тұрдық, Жандосов көшесі 59-шы үйде тұрдық. Сол кезде үнемі күлетіміз жаңағы вахтерша деп айтып отыр ғой енді.